Жұмбақ оқиғалар. Қазақстанда із-түссіз жоғалып, артында көптеген сұрақтар қалдырған жұмбақ оқиғалар аз емес. Кейбірі әлі күнге дейін шешілмеген, ал кейбірі түрлі теориялар мен болжамдарға арқау болған. 1955 жылы Қызылорда облысы Байқоңыр маңында теміржолда жүк пойызы із-түссіз жоғалған. Пойыз радио байланысқа шықпай қалған. Ал оның соңғы орны белгіленгеннен кейін іздеу тобы барғанда пойыздың ешбір белгісі болмаған. Бірнеше апта өткен соң пойыз 300 шақырым қашықтықтағы басқа жерден табылған, бірақ ішінде бірде-бір адам болмаған. Куәгерлер пойыз кенеттен тұманға кіріп, ғайып болды деп айтқан. Бұған әртүрлі болжамдар бар. Уақыт пен кеңістік аномалиясы, әскери құпия эксперименттер, параллель өлшемдер немесе портал теориясы. Бұл оқиға әлі күнге дейін ғылыми түсіндірмесі жоқ құпиялардың бірі. Екінші оқиға Жезқазған маңындағы жұмбақ экспедиция. Оқиға 1959 жылы Жезқазған маңындағы кең далада зерттеу жүргізуге шыққан бір топ геолог ғалым із-түссіз жоғалып кеткендігін баяндайды. Олардың соңғы радио байланысынан мынандай сөздер естілді. Біз бір түрлі нәрсені көріп тұрмыз. Бұл мүмкін емес. Бізге бірдеңе жақындап келеді. Осыдан кейін байланыс үзіледі. Кейін құтқарушылар барған кезде экспедицияның іздері мүлде табылмаған. Лагердегі барлық жабдықтар өз орнында тұрған. Бірақ адамдардың қайда кеткені белгісіз. Оған мынадай болжамдар келтірілген. Жер астындағы құпия зертхананың салдары. Жезқазған маңында НЛО немесе ерекше табиғи құбылыс болған. Әскери эксперименттердің құрбаны болуы мүмкін. Бұл оқиға Дятлов асуындағы жұмбақ өлімге ұқсайды делінген. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы жұмбақ қара үй оқиғасы. 1980 жылдары Қарқаралы маңында қара үй деп аталған құпия ғимарат туралы аңыз тарады. Жергілікті тұрғындар бұл үйге кірген адамдардың қайта шықпағанын айтады. 1982 жылы 3 жасөспірім осы үйге кіріп қайта оралмаған. 1990 жылдары үйге зерттеушілер кірмек болған, бірақ есік өздігінен ашылмай қалған. Үйдің ішінде уақыт өзгеріске ұшырайды, параллель әлем. Үйде қара күштердің әсері бар, мистика. Үйде біреудің рухы немесе басқа әлемнің тіршілік иелері мекендейді деген болжамдар келтірілген. Қазіргі таңда бұл үй толығымен қираған, бірақ аңыздар әлі де халық арасында сақталған. 2000 жылдардың басында Алматыдағы әйгілі барахолка базарында бірнеше бала із-түссіз жоғалған. Бұл жағдай көпшіліктің үрейін туғызғанымен тергеу ісі ешқандай нақты нәтиже бермеген. Куәгерлер бейтаныс адамдардың балаларды көлікке күштеп отырғызып жатқаны туралы айтқан. Бірнеше бала жоғалардан бұрын базар маңында қара рюкзак ұстаған, бетін жауып алған адамдар жүргені байқалған. Оған мынадай болжамдар келтірілген. Адам саудасы, орган немесе құлдыққа сату, қылмыстық топтардың әрекеті, секта немесе құпия ұйымдардың құрбандары. Бұл оқиға халық арасында барахолкадағы құпия ұрлау оқиғалары деген атауға ие болды. 2014 жылы Көлсай көлдеріне демалуға барған 2 турист із-түссіз жоғалып кеткен. Олардың соңғы суреттері телефондарында табылды. Бірақ суреттерде бір түрлі тұман мен белгісіз көлеңкелер байқалған. Олардан ешқандай із қалмаған, киімдері, сөмкелері ештеңе табылмаған. Табиғаттың тылсым күші уақыт кеңістік аномалиясы. Аюлар немесе басқа жабайы жануарлар шабуылы, белгісіз қылмыс немесе қарақшылық деген болжамдар айтылған. Бүгінгі күнге дейін олардың тағдыры жұмбақ болып қалды. Қазақстанда көптеген түсініксіз және шешілмеген жоғалулар бар. Олардың кейбірі ғылыми тұрғыдан түсіндірілсе, ал кейбірі әлі де жұмбақ болып қалып отыр. Осындай жұмбақ оқиғаларға сенесіз бе? Қай оқиға сізге ерекше қорқынышты көрінді?